Қытайдың People's Daily ағылшын тілді газеті хантавирустар тобына жататын вирустан адам қайтыс болғанын хабарлады. Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде осы вирус туралы мәлімет кең тарап, үрей тудырып, ал вирусты жаңа қауіп деп атауда. Фактчек кз бұл жаңалықтың қаншалықты шынайы екенін тексерді. Бұл манипуляция. Хантавирустар ғылымға белгілі және 1980 жылы сипатталған. Яғни бұл вирустың жаңа түрі емес. Иә, ол қауіпті, бірақ таралу ерекшелігіне байланысты үлкен эпидемиялық қауіп төндірмейді. Тек кеміргіштердің дәреті арқылы жұғады. Әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдары халықтың үрейін тудырып, толық емес ақпарат таратып жатыр. ақш ауруларды бақылау орталығының хабарлауынша, бұл вирусты тасушы болып саналатын кеміргіштермен, тышқан мен егеу құйрықпен байланыста болған сау адам өзіне хантавирус жұқтырып алуы мүмкін. Сол себепті негізгі қауіпсіздік шарасы хантавирус таралуы мүмкін аймақта, әсіресе дератизация шаралары жүргізілмейтін ауылды жерлерде кеміргіштерден сақтану.